Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен. Сіздер шұқылай арнасын көріп отырсыздар. Бүгін бізде ремонтқа келіп түскен телефон. Мына жерде қазір даляны баса салайық. Huawei Honor 8 Honor 8X8 ба немесе 8X ба, сондай екен. Здесь использует аккаунт Google. Яғни көріп тұрғандарыңыздай, телефон Google аккаунтқа түсіп қалған. Және бұнда бұл блокировканы айтқанда бұғатты үй жағдайында қалай ашуға болатындығын осы видеодан бірге біз көретін боламыз, тамашалайтын боласыздар. Ол үшін не істейміз? Мінекей бастапқы бетке қайтайық. Мұндағы YouMachine UI деген версиясы не болса керек? 190 жұлдызша решетка, жұлдызша 135 79 46 решетка жұлдызша разблокируйте срочно продолжить дейді. Ол деген сөз енді YouMachine UI 9 немесе 10 деген сияқты. Мұндағы резервный копирование деген бар екен. Резервный копированиямен, яғни Energy Backup дейміз ба қалай? Сол арқылы қалай резервный копированияға кіріп, телефонда сброс жасауға болатындығын көретін боламыз. Бізде енді Wi-Fi-ға қосылып тұр. Келіңіздер, бұны телефонды өшіреміз. Толықтай өшті. Енді бізге керек болатын кәдімгі Type-C шнұр сұғамыз. Және оны біз ноутбукқа қосып қойғанбыз. Енді ноутбук болмаса да, кәдімгі зарядчиккада сықып көрсе болса керек. Ең дұрысы ноутбук компьютер болса жақсырақ. Келіңіздер, не істейміз? Біз плюс кнопкасын басып тұрып, плюсті басып тұрып сұғамыз. Кешіресіздер. Микро USB екен. Және плюсті басып тұрып, ұстап тұрамыз да, және компьютерге сұғамыз бұны. Басып ұстап тұра береміз. Honor деп. Басып ұстап тұра береміз. E-Recovery Mode дегенге кіруіміз керек біз. E-Recovery Mode. Сол менюға кіргенге дейін күтеміз. Не болды бұған? Ұзақ ойланып кетті ме? Мінекей. Дұрыс. Енді бізге керек болатын Clear Data, Factory Reset. Мына жерге Yes деп жазамыз. Yes. Одан кейін Factory Reset. Және телефон бізде форматталуға кетеді, мінекей. Компьютерге жалғанып тұра береді, шнұр. Көргендеріңізде не жерде бізде USB деп оқып кетіпті. Linux файл CD. Форматталғанын күтеміз. Келіңіздер, форматталып болсын, сосын жалғастырайық. Мінекей телефонымызда тазаланып болды. Енді бұл жерден бізге E-Recovery'де Wipe Cache Partition деген таңдаймыз да. Енді телефон толықтай форматталады тағы да. Cache деген. Одан кейін Back деген басамыз. Және бұл жерден Update Mode, E-Recovery Mode. Және бұл жерден тағы да бір рет Factory Reset деген таңдайсыздар. Factory Reset, Yes. Factory Reset. Және телефон бізде автоматты түрде өшіп қосылуға кетеді. Бұл қалыпты жағдай, яғни нормальный жағдай бұл. Күтеміз. Телефон өзі жаңаға неге қайтадан қайтуы керек. Сәл күтеміз. Қосылғанға дейін кішкене күтейік. Видеоны тоқтата отырамын. Мына қараңыздар, форматталып жатыр бізде. Жаңағыда Honor деген соң өзі қайтадан бір форматталды осылай. Factory Reset деп. Осы толықтай қосылған соң қазір жаңағы менюлар қайтадан шығады. Сол шыққан соң жалғастырамыз. Мінекей телефон бізде қосылды. Және енді қараңыздар, толықтай форматталған соң ол бізден бұлай шығады. Restart Factory Wipe Cache Safe Mode. Және бұл жерден біз ең соңғы Safe Mode'да басамыз да, одан кейін плюсті басамыз. Түсінікті ғой, Safe Mode басамыз да, плюсті басамыз. Safe Mode, плюсті басып, ұстап тұрамыз. Және телефон қазір бізде өшіп қосылады қайтадан. Және плюсті басып ұстап тұра береміз. Жібермейсіздер. Ұстап тұра береміз. Яғни телефонда біз қайтадан E-Recovery'ға жүктейміз. Қайтадан перезагрузка бұл E-Recovery'ға кіреді.
яғни телефонды біз перезагрузка болуына жол бермейміз. Осылайша біз қайтадан e-recovery менюға кіреміз, e-recovery модқа кіреміз. Мінекей күтеміз. Охо, мінекей қараңыздар. Restart, Clear Data, Update мод және Save мод. Енді бізге керек болатыны бұл жерден Update модқа кіреміз. E-recovery мод, мінекей көріп тұрғандарыңыз, e-recovery мод және Energy Backup, Continuous деп басамыз. Яғни біз Energy Backup арқылы телефонға Honor 8X-ке аккаунтты добавить етеміз, яғни аккаунт жазамыз, не болмаса жаңағыдай пин-код қоямыз, немесе ішінен сброс жасап телефонда қайтадан қосылуына, яғни Google аккаунт бұғатына шығаруға ықпал жасайтын боламыз. Мінекей қазір қосыла берсін. Мінекей достар, бізде шықты. Көріп тұрғандарыңызды жаңа MTP, MS Storage, осындай драйвер орнатылып жатыр. Және бұл жерден бізге керек болатын резервный копирование деген болады. Келіңіздер, резервный копированияға басамыз. Және бұл жерде бізге керек болатын бөлік. Бізде экранның беті қарайып қалды ма? Қалай өзі? Сіздерге анық көрініп тұр ма екен? Бізде экранның яркісті, телефонның яркісті азайып қалған сияқты. Жарайды, бізге кабельдің қазір қажеті жоқ. Жақ отказ болып кетті, көрдіңіздер. Енді бізге керек болатын здесь деген хера деген сілтеме ссылка болады, соған басамыз. Және біз Google Chromeға кіріп кетеміз, достар. Продолжить, бұл жерден поискқа таңдаймыз да, окей дейміз, және спасибо не надо. Енді қараңыздар, бұл жерде бұл тәсіл біздің Қазақстанға да арналған тәсіл десек болады. Егер сіз енді Россияда, Өзбекстанда немесе өзге елде болсаңыз, бірақ сізде клиенттің өзінің сим-картасы жоқ. Мінекей бізде көріп тұрғандарыңыздай сим-картаның орнында интернет жоқ бізде. Және Wi-Fi-ға да қосыла алмаймыз. Ал өзінің интернет, біз өзіміздегі сим-картаны Қазақстандағы, біздің Қазақстанда тұратын мастерлер болса, тұрғындар болса, сіздер білесіздер, бізде номерді салатын болсаң, номерді тіркеу керексің. Тіркемесең интернетің істемейді. Енді болған Huawei-лерде оны аттап өтуге болатын жолы бар. Ол туралы біз видеоны да көрсеткенбіз. Жаңылыс болсақ, P30 Lite, P30 Lite деген телефонға байланысты түсірген видеомызда интернет, яғни сим-картасыз Wi-Fi-ға қалай қосылып алып, резервный копированияны қалай Google аккаунттан шығаруға болатындығын көрсеткенбіз. Енді біз интернет Google Chrome браузердің ішіндеміз. Енді бізге 3 нүктеге басамыз да, бұл жерден настройки деген таңдаймыз. Настройки. Төменге түсемізде, және настройки сайтов деген болады. Настройки сайтов, және бұл жерден геоданные деген бар. Некені жерде астында ештеңе жоқ. Геоданные деген, яғни кешірім сұраймыз, жетеліп қалып едік. Геоданные, яғни местоположение жаңағыдай, location деген. Настройки Android. Және бұл жерден геолокация, история, местоположение дегенге басамыз. 3 нүктеге басамыз да. Мінекей қараңыздар, көрдіңіздер ғой. Түсінікті ғой деген ме? История, местоположение бұл жерден. Және жоғары оң жақта 3 нүктеге басамыз. Просмотр и управление. Біз осылайша кешіресіздер, клиенттер шалғытып қалды. Мінекей мына жерде біз Google Chrome'a кірдік, бірақ бізде әлі де болса Wi-Fi қосылып тұрған жоқ. Енді біз артқа қайтамыз да. Енді қараңыздар. Google Chrome'да 3 сызыққа басамыз, және ол жерден бізге планета Земля, Google Yards деген болады. Соған басамыз. Планета Земля, және бұл жерден App Gallery немесе Google Play Market деп тұр. Бізде бұл жерге керегі App Gallery деген таңдаймыз. Жерде осынысындай деп сұрайды, далее дейміз да. Принимаю. Енді қараңыздар, қазір ол бізге интернет соединение нажимде, что повторить дейді. Интернет дейді. Енді бізге настройки сети деген кірсек, және мына жерде бізге керек Wi-Fi-лар шыға қояды, достар, мінекей. Біз енді өзіміздің Wi-Fi-мізді таңдаймыз да, осы жерге Wi-Fi-мізді жазамыз. Паролін жазып аламыз. Паролін енді сіздерге көрсетпей қояйық. Өйткені біздің каналды көретін басқа. Енді паролін өзгертуге болады ғой негізінде. Жарайды. Сонда да подключить.
Және бізде Wi-Fi қосылды, мінекей, көріңіздер. Wi-Fi қосылды, артқа қайтамыз. Енді Google Chrome бізге керегі жоқ. Жаңағы карта, Google карта керек емес. Артқа қайтамыз. Артқа back button деп қоямыз, ағылшынша. Здесь дегенге басуымыз керек екен ғой. Здесь, және мына жерден келіңіздер. Телеет деп жазып көрейікші. Россиялық досымыздың сайты бар еді. Телеет.ру файлы. Файлы телеет.ру сайтқа кіріп көрейік. Кірем екен. Біздің сайт бұл сайтқа кірмей жатыр деп айтып жатыр еді. Қараңыздар, телеет.руға кірмейді екен, онда жарайды, артқа қайтамыз да. Бұл ешқандай қорқатын емес. Онда біз Adrom bypass деген сайтты басамыз. Және bypass Google аккаунт 2020 adrom.com деген сайтқа кіреміз. Және бұл жерден Open Settings Up деген таңдап көрейік, келіңіздер. Және біз телефонның несіне осылай кіріп кетеміз. Келіңіздер, о телефон жайлы мәлімет көре салайық. Honor 8X екен, номер сборки 10. Енді версия Android 10, мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Біз енді не істейміз? Былайынан артқа қайда дегенбіз. Бұл жерден аккаунт добавить етеміз бе, немесе система обновления. Сбрось всех настроек деп жасап көрсек, қалай болады деген. Өшеді ме екен? Жоқ әлде. Келіңіздер, безопасность, биометрия данные, политика, распознавание паролей, экран блокировка, распознавание лица, изменение способ разблокировки. Ал ол бізде жаңа 4 сан болып тұрған еді, жаңылыспасам. Графический ключ таңдап көрейік, келіңіздер. Былай қоямыз, былай қоямыз. Готово. Және ол бізге қажет емес. Телефон бір өшіріп қосамыз. Телефон ашылды. Және телефонды келіңіздер перезагрузка қылып көреміз. Перезагрузка. Келіңіздер қазір көреміз. Телефон перезагрузкаға кетті. Енді резервні копированиға кіріп алсаңыздар, ар жағы жеңіс шығар деген ойдамыз. Өйткені оған кіру сәл кішкене қиындық туғызып жатады. Сондықтан оған кіретін жолда көрсеттік деген ойдамыз. Егер түсініп жартылай жеңіске жеткен шығарымыз деген ойдамын. Honor деген телефонға байланысты бізде блокировка ашатын видео түсірілмеді ғой деп ойлаймын. Егер де мен қателесіп жатсам, комментарияда жазып дұрыстап кетіңіздер. Жоқ, сіз қателестіңіз деп. Кейін телефон қосылған соң жалғастырсақ, не дейсіздер? Сағат 18-ден 08 кетіпті. Бізде телефон странно бұлай қосылды. Қызық. Жарайды, қазір көрейік. Қосып көреміз. Біздің жаңа енгізген паролімізді сұрайым екен. Далее басайық. Парольді сұраса, жақсы. Егер сұрамаса, онда біз бір жерде дұрыс жұмыс істемедік. Пин-код енгізу керек, немесе аккаунт. Мінекей, достар. Еңіздер сізді көреміз.
Ол жаңа бізде видеоның басында не сұраған болатын пин-код. Ого, мінекей. Көрдіңіздер ғой, лайк, достар, лайк бассаңыздар қуанышты боламыз. Яғни, далее. Забыли. Так, мына жерде позже, мінекей. Пропустить, нет, позже дей бересіздер. Және телефон обновить вручную. Обновить вручную. Жарайды, далее дей салайық. Ого, мінекей. Мінекей, настройка. Система, вот, телефоны Honor 8X. GSM L21. Silicon Kirin 710. 4 гигабайт, бла-бла-бла. 2021 август деген. Бірақ мұнда соңғы версия қандай екен қазір болады. Бұл Huawei'лерді білмедім, бірақ E-Recovery мод арқылы осылай резервный копированиемен ашуға болатын бір жолын көрсеттік сіздерге. Және прошивкасының несі, номер сборки 225 екен, мінекей. Көрмей қалдым, мінеміз, кешірім сұрайым. Біз ар жақтан қарап отыр екенбіз. Мінекей, осы прошивкада болса, осы не жүре береді екен. Енді бұдан басқа прошивкада да жүре беретін жер, осылай E-Recoveryмен кіретін болса болады. Safe мод деген болса, немесе Update мод деген бөлігі болатын болса, телефонда Google аккаунт болғатынан аша беруге болады екен. Сонымен достар, 16 минут, 17 минуттық видеомыз енді бұл айтқанда осынша Honor телефон Google аккаунтты ашудан, Google аккаунттан блокировкадан шығарудың уақытымыз кетті. Егер видео ұнаған болса, пайдасы тиген болса, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Сұрақтарыңызды комментария қалдырыңыздар. Қолымыздан келгенше жауап береміз. Көмектесуге дайынбыз. Қолымыздан келгенше. Сіздермен болған Дәулет Шұқылайық арнасы. Сау болыңыздар.